Ассалаумағалейкум. Бүгінгі біздің қонағымыз жазушы, публицист, қоғам қайраткері, академик, профессор Марат Байділдаұлы Тоқашбаев ағамыз. Ағамызбен солқылдақ заң сорлатып отырған жоқ па, ойда орыс қырда Қытай бізге көз алатып отырған жоқ па деген тақырыптарда әңгіме өрбітеміз. Марат Тоқашбаев 1949 жылы 18 мамырда Талғар қаласында туған. Қазақстанның құрметті жазушысы, Қазақстан педагогикалық ғылым академиясының академигі, профессор. Аға, студияға қош келдіңіз. Бүгінгі міне әңгімеміз мынау күздің мамыражай күнінде бір жақсы сәтте орын алып жатыр. Өзіңізді ұлтшыл қоғам қайраткер белгілі тұлға ретінде танимыз. Бүкіл қазақ ел таниды. Шүкір Аллаға. Жақында мына әлеуметтік желіде сіздің қазақ тілі хақындағы құқықтық алаяқтық немесе 7-ші баптың құпиясы атты мақалаңыз жарияланды. Оқыдық, қаншама көрермендер арасында комментарий, көзқарас пікір жазып, сіздің осы бір мақалаңызға қолдау қуаттау білдіріп жатқанына біз куә болдық. Ең әуелгі сөзді осы мақалаңыздан, яғни жаңағы қандай құқықтық алаяқтық немесе 7-ші баптың құпиясы бар, содан бастасақ. Рахмет. Бұл шын мәнінде қазақ қоғамы үшін өте бір маңызды тақырып, маңызды мәселе ғой. Бұл мақала Қазақстан Конституциясы күнінің қарсаңында билік орындарының осы тақырыпқа қызығушылық, мүдделілік танытатын жұртшылықтың бөліктеріне назарына ұсынылған дүние болатын. Енді елдің бәріне белгілі, бұл айта әбден жауыр болған нәрсе. Келесі жылы Қазақстан Конституциясының қабылданғанына 30 жыл болады. Ой, прая. Ол енді осы мемлекеттік тіл мәселесін шешем десе, мемлекетке бұған 30 жыл емес, 30-ақ күн жеткілікті. Дереу жүзеге асатын нәрсе ғой. Бірақ өкінішке орай мемлекеттік орындар тарапынан, билік орындары тарапынан бұған бір мүдделілік, қызығушылық жоқ та. Соның бұл ылғи кейінге шегеріледі. Әйтпесе бұл қазақ тіліне байланысты, қазақ тілін дамытуға, мемлекеттік тілді өркендетуге деп миллиардтаған қаржылар бөлінді кезінде. Қаншама жоба жоспарлар жасалды. Сол айналып келгенде соның бәрі де түкке де жарамай, ең ақыр аяғында мына қазіргі қалпында шын мәнінде бұл мемлекеттік тіліміз өзінің конституциялық лайықты орнынан жылжытылып, енді қазір қоқысқа кетудің алдында тұр енді жүзінде. Бұл неге бұлай болды? Бұны анықтау үшін алдыменен конституциямызда не деген, соны тағы да бір 1001 рет болса да қайталайық. Қазақстан Конституциясының 7-ші бабында, оның 1-ші тармағында Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл қазақ тілі деп жазылған. Деп анық тайға таңба басқандай, соқырға таяқ ұстатқандай тұр. Сол тұр. Бұл қағида Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заң қабылданған, осы заңда да тура осындай көрсетілген. Және барлық мемлекеттік органдарда, мемлекеттік мекемелердің бәрінде қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде қолданылады деп көрсетілген. Болды. Осы міне 7-ші баптың 1-ші тармағы бұл ешқандай дау тудырып тұрған жоқ. Ол жерде бір қазақ тіліменен қосымша қосарланып басқа бір тіл пайдаланылады деген сөз жоқ. Қазақ тілі ысырылып екінші планға кетсін деген ондай ешқандай талап жоқ. Еліміздегі ең басты қолданылатын мемлекеттік тіл қазақ тілі деді. Болды, осы нүкте, осыменен ол жүзеге асуы керек. Және әлемдік тәжірибеде, әлемдік конституциялардың бәрінде кез келген баптың 1-ші тармағы 2-ші тармағына қарағанда салмақты жоғары болады. Оның күш қуаты артық болады. Яғни тап осы жерде 7-ші баптың 1-ші тармағы қазақ тілінің мемлекеттік тіл екендігін әйгілеп тұрған, орнықтырып тұрған бап, бұл бәрінен жоғары. Осы бап жүзеге асыру керек. Қазақстанның жаңағы прокуратура орындары осы конституциялық баптың жүзеге асуын қадағалап, соны үнемі жүзеге асыруына көмектесіп отыру керек. Біздің құқық қорғау органдары соны қадағалай ма, қарай ма, немесе біреуге айтайын енді.
Ал бірақ өкінішке орай, о бірінші тап енді бірінші тарау айтылды, осы қалпында ол жүзеге асуы керек, басқа ештеңке оған араластырмау керек. Бірақ өкінішке орай бізде осы 7-ші баптың бірінші тармағына баса назар аудармай, оның 2-ші тармағына назар аударылып жатыр. Онда не делінген? Онда мемлекеттік ұйымдарда және өзін өзі билеу органдарында орыс тілі қазақ тіліменен тең ресми түрде қолданылады деп жазылған. Енді бұл жерде кішкентай жаңағы мен айтып отырмын ғой, құйтырқылық бар бұл жерде. Құқықтық алаяқтық бар деп отырғанымды дәлелдейін. Бұл жерде қандай құқықтық алаяқтық бар? Яғни жаңағы бірінші тармағында мемлекеттік мекемелерде, мемлекеттік органдарда қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде пайдаланылуы керек. Ал мемлекеттік орган дегеніміз ол не? Мемлекеттік орган дегендеріміз бұл бүкіл президент әкімшілігі, үкімет, парламент, министрліктер, облыстық, аудандық әкімшіліктер, бұлардың барлығы мемлекеттік орган болып табылады. Мемлекеттік органның басқа мекемелерден, ұйымдардан оның басты ерекшелігі, мемлекеттік орган сол өзінің саласы бойынша өкілетті орган, яғни уполномоченный орган деген не береді, құқық береді. Яғни ақпарат министрлігі еліміздегі бүкіл ақпарат саласы бойынша өкілеттілікті ақпарат министрлігіне береді. Яғни уполномоченный орган бұл жаңағы ақпарат министрлігі. Басқа бірде-бір орган, басқа бірде-бір ұйым ақпарат саласы бойынша жаңағы өкілетті орган бола алмайды. Ал енді біз бұған мінеки көзіміз жетті, дәлелдеп отырмыз. Ал енді 7-ші баптың 2-ші тармағында айтып тұрғаны мемлекеттік ұйымдарда деп тұр. Мемлекеттік ұйымдар деген не? Мемлекеттік ұйымдар дегеніміз ол уполномоченный орган, яғни өкілетті орган болатын құқығы жоқ мекемелер. Ана мемлекеттік органдар болады, ал мемлекеттік ұйым ол уполномоченный, яғни өкілетті орган бола алмайды. Яғни мемлекеттік органдардан бір саты төмен тұрған мекеме деген сөз. Енді мемлекеттік министрліктерден төмен тұрған орындарда айталық, мысалы бәлен облыстың бәлен ауданы десек, бұл енді мемлекеттің жергілікті басқару органы ғой. Ал енді ол жердегі тұратын, мысалы шешендер болуы мүмкін, әзербайжандар болуы мүмкін, бір ауылда тұратын болса, олардың сол жерде қолданылатын жаңа тілі жөнінде солардың байланыс құралы ретінде өздерінің тілін пайдалануға құқығы бар. Мына 7-ші баптың 2-ші тармағы соны айтып тұр. Сол жерде жаңағы мемлекеттік тілменен қатар орыс тілі де ресми түрде қолданылады деп тұр. Ал іс жүзінде бізде қалай болып отыр енді қазір? Бізде іс жүзінде бүкіл қазақ қалай орын алып отыр? Біздегі жағдайда Қазақстан Республикасының тіл туралы заңының жаңағы 8-ші бабында, мысалы 4-ші бабында да бар. Барлық мемлекеттік органдарда қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде қолданылады деп бар, бүтір қойып, арғарай мемлекеттік ұйымдарда қазақ тіліменен тең орыс тілі де ресми түрде қолданылады деген үтірден кейін жазып жіберген. Біздің заң бабымызда тұр. Сөйтіп мемлекеттік ұйымды құлағынан сүйреп апарып мемлекеттік органдардың қатарына қосып қойған. Міне құқықтық құйтырқылық дегеніміз, алаяқтық дегеніміз осы. Ал бұл алаяқтық, осы құқықтық құйтырқылықты түзетуге болатын қандай амал бар? Бұны түзетуге болатын ең қарапайым амал, мысалы біздің парламент мәжілісі немесе сенаты қазір бұрын конституциялық кеңес дейтін, кейін конституциялық сотқа айналды былтыр. Осы конституциялық сотқа мемлекеттік органның статусы менен мемлекеттік ұйымның статусын ажыратып беріңдер деген сұрақ қойса болды. Басқа ештеңе айтудың қажеті жоқ.
сол мемлекеттік органның мәртебесін айқындап берсе болды, бұл өзінен өзі әшейін. Бұны заң жүзінде айқындау керек қой. Иә, заң жүзінде емес, конституциялық соттың шешімімен соттың шешімімен айқындау керек, иә. Сонда сіздің айтуыңыз бойынша 7-ші баптың 1-ші тармағы әп-әдемі біздің қазақ мүддесіне шешіліп тұрғандай көрінгеніменен, ол қазақ мүддесі емес, бүкіл қазақстандықтардың мүддесіне айқын шешіліп тұр. Бұл жерде 2-ші тармаққа жалтақтаудың, оған қараудың қажеті жоқ. Оған тура сол жаңа 1-ші тармақтың өзінің конституциялық берген құзыреті шеңберінде жұмыс істеу керек. 1-ші тармақтың күшін әлсірету үшін немесе көлегейлеу үшін немесе жаңағы орыс тілді өз ұлт өкілдері әдейі 2-ші тармаққа қарай бет бұрып отыр деген келіп шығады ма? Иә, солай болып отыр. Және бұған Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заң мүмкіндік беріп отыр. Іс жүзінде мына тіл туралы заң Конституциядан да жоғары құқық беріп отыр орыс тіліне. Ондай болатын болса, тіл туралы заңға өзгеріс керек пе? Оған өзгеріс керек. Мысалы, соның 8-ші бабында айтады, мысалы, Қазақстанның қарулы күштерінде, құқық қорғау органдарында жаңағы мемлекеттік тілменен қатар ресми түрде орыс тілі де қолданылады деп сөйтіп жазылып кеткен. Іс жүзінде орыс тілінің мемлекеттік органдарда, құқық қорғау органдарында мемлекеттік тілді алмастырып, оның орнына пайдалануы ол мүлде жат нәрсе, ол конституцияға қайшы, бұл заң бұзушылық болып табылады. Сонда сіздің көзқарас пікіріңіз бойынша болған кезде бүгінгі біздің еліміздегі орыс тілділік, орыс тіліне жалтақтаушылық осы заңдағы солқылдақтықтан туып отыр ма? Бұл еліміздегі бұл жағдай ол заңнан туып отырған жоқ, заңды туғызғандардың мүддесінен туып отыр. Қандай мүдде? Бұл енді не үшін біз орысқа жалтақтап отырамыз, орыс тіліне жалтақтап отырамыз? Бұл жөнінде мен енді кеңірек айтып берейін енді. Бұл жағдай біз әрине қазақ халқы, қазақ топырағында дүниеге келген шетелдерде тұратын қазақтар болсын, бәрінің арманы Қазақстанда ұлттық мемлекет құру. Ал енді орыс тілді қауым соған бейім жүретін орыс тілденіп кеткен орыстың жаңағы орыс тіліне халоптық мінезбен қарайтын қазақ бауырлар, бұлардың барлығы онда жаңағы патриотизммен емес, бұған азаматтық тұрғыдан қарайды. Яғни мына дүниеде Америка Құрама Штаттары деген мемлекет бар. Ол ұлттық мемлекет емес, ол азаматтық мемлекет. Бәрі тек ағылшын тілінде сөйлейді. Бұл ұлттық мемлекет емес, азаматтық мемлекет. Ал енді мысалы Франция, Германия, немесе Өзбекстан, бұлар ұлттық мемлекет. Біз сол мемлекеттер сияқты ұлттық бағытта дамуымыз керек. Бірақ өкінішке орай жаңағыдай күштердің салдарынан бізді азаматтық мемлекетке қарай бұрып әкетіп бара жатыр. Не кедергі, кім кедергі? Бұған енді белгілі бір орыс тілді күштер, сол сияқты шетелдік күштер, мысалы Ресей мемлекеті, бұлар осы бағытқа олар өте мүдделі. Ал енді біздің ұлттық бағытты дамуымыздың құқықтық негіздері бар. Анау Қасымханның Қасқа жолынан бастайық, Есімханның Ескі жолынан бастайық. Сонау 1917 жылы желтоқсандағы Алашорда үкіметі құрылған кездегі оның бағдарламасын қарайық. Сонда жаңа Қазақстанның ұлттық мемлекет бағытта дамуы туралы айтылған. Енді бұлан өзге 1990 жылы 25 қазанда қабылданған Қазақ ССР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларация деген құжат бар. Мына жылда 25 қазанда республика күнін тойлап жүрміз ғой. Сол декларация қабылданған документ, сол жаңағы декларацияда қазақ халқына байланысты 4 түрлі маңызды талаптар қойылады. Соның ішіндегі ең маңыздысы Қазақстан дейді. Қазақстанда тұратын қазақ халқының тағдырына жауапты. Түсінесіз бе мұны? Сұмдық қой. Декларацияда айтып тұр. Екіншіден айтып тұр. Қазақстанда қазақ ұлттық мемлекетінің сақталуына, дамуына, нығайтылуына міндетті деп тұр. Қазақстан. Көрдіңіз бе? Екі қағида қазақ халқына байланысты болыпты. Үшінші,
қазақ тілі мен онда тұратын басқа ұлт диаспоралардың тіліне қамқорлық жасалады деп тұр. Қазақ тіліне қамқорлық жасалады деп тұр. Төртінші, шет елдерде тұратын қандастарымыздың, жаңағы қазақ бауырларымыздың тілінің дамуына, сақталуына Қазақстан қамқорлық жасайды, көмектеседі деп тұр. Көрдіңіз ба? Бір декларацияның өзінде қазақ халқына қатысты 4 бірдей үлкен осы қағида тұр. Осы қағидалардың ең соңында айтады декларацияның. Осындағы айтылған қағидалар Қазақстан Республикасының Конституциясының қабылданатын Конституциясының негізіне енгізілу керек деген. Яғни декларация бізге үлкен мүмкіндік беріп тұр, бірақ сол декларациядағы айтылған жаңағы басты қағидалар ол жаңағы 1991 жылы 16 желтоқсанда қабылданған Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңда көрсетілді. Бұл 1993 жылы 28 қаңтарда Қазақстан тәуелсіздігін қайтарып алған Қазақстанның тұңғыш конституциясында бұл көзделді. Бірақ өкінішке орай қазіргі қолданыстағы 1995 жылы 30 тамызда қабылданған конституцияда бұның бәрі енбей қалды. Біздің ұлт ретінде дамуымызға жаңағы нүкте қойып, ары қарай крес қойып, жолын жауып тастаған осы конституция деп айтуға болады. Демек, жаңағы көмескі күштер осы қазақ тіліне құзыреттілігі болмаған, немесе қазақ тілін пайдалануға болмаған өзге күштер болсын, өз ішіміздегі орыс тілді ағайындар болсын, осы тілдің мүддесінің толық іске аспай жатуына, қорғалмай жатуына себепкер болып отыр деген пікір келіп шығады ма? Иә, бұған енді басы ашық айтатын нәрсе, бұл іске ең алдыменен қарсылық білдірген Қазақстанның бұрынғы экс-басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев деген болды ғой. Мінекей тура соның билігі кезінде соның қолымен жасалған жаңағы конституцияда осы жаңағы қазаққа қатысты ең басты қағидалардың барлығы ескерілген жоқ, қаперге алынған жоқ. Және мемлекеттік тілдің өзінің қызметін атқаруына сол президент мүмкіндік берген жоқ. Енді біз жаңа өткен 30 жылдық өміріміз туралы айтқан кезде, жаңа Қазақстан туралы айтқан кезде, сол 30 жылдық барыста ұлттың мүддесі толық қорғалу деңгейіне жеткен жоқ, және ұлттық тіл өз деңгейіне жеткен жоқ дегенді келтіріп шығарады. Әрине. Ал енді жаңа Қазақстанға қадам аттағанымызға да 5 жыл болыпты. Сонда біз осының барлығын билікке аударамыз ба, жоқ, қара халықтың да бұл жерде кінәсі бар ма? Жоқ. Бұл жерде қара халықтың, немесе жаңа құқық қорғау органдарының кінәсі бар ма? Қалай ойлайсыз? Бұл жерде құқық қорғау органдарының да ешқандай кінәсі жоқ. Бұл жерде халықтың да кінәсі жоқ. Бұл жерде ең алдымен биліктің кінәсі бар. Билік сол өзіне берілген құзырет дейді ғой, полномочия. Сол құзыретін пайдалана отырып конституциялық қағидалардың жүзеге асуын қадағалап отырған жоқ. Яғни шын мәнінде қадағалайтын болса, жаңағы 7-ші баптың 1-ші тармағы, 2-ші бабына, 2-ші тармағына қарап жалтақтамау керек. 7-ші баптың 1-ші тармағын жүзеге асырса болды, қалғанның бәрі өзінен өзі сыпырылып қалады. Өзінің орындарын өзі тауып кетеді. Бізде 7-ші баптың 1-ші тармағына емес, оны сырық қояды да 2-ші тармағына қарап жалтақтау басым. Демек, бұл іс жүзінде бұрынғы экс-басшылықтың ұстанған көзқарасы. Енді оны білесіз, қазақ халқына жасаған жақсылығы 2 сиыр сатып алыңдар дегеннен басқа жақсылық жасаған жоқ қой ешқандай да. Бүкіл тек қана қазақ халқын тұқыртуға, қазақ тілін төмендетуге, езіп жаншуға бағытталды ол кісінің саясаты. Бірақ бұл жалпы олар үшін нәтиже беретін саясат емес. Бұл іс жүзінде халықты ашындыратын, халықтың ішкі билікке деген ашу ызасын үдетіп, ішкі әлеуметтік сілкіністерді дайындайтын құбылысқа соқтырады. Егер ондайға ұшырамаймыз десе, 2-ші қаңтар қайталануына жол бермейміз десе, ол іс жүзінде конституциялық осы нормалар жүзеге асуы керек. Ал не үшін біз осыған бардық? Мысалы, билік болсын, қарақалық болсын, құқық қорғау органдары болсын, жаңа осы тілге батылдық ете алмау себебі не? Сіздің сөзіңіз, көзқарасыңыз бойынша 30 жылдық биліктің кесірінен дейсіз. 30 жылдық билік сол не үшін соған тәуелді болды? Орыс тіліне неге тәуелді болды? Неге орысқа жалтақшыл болдық? Оның себептері көп. Ең алдыменен сол билікте отырған адамдардың өздері
көбісі орыс тілді. Және жаңа қазақ тілі үстемдік алып кететін болса, олар өзінің атқарып жүрген қызметін жасай алмайды. Көріп жүрген қызығын, тауып жүрген ақшасын, еленіп жатқан байлықтарына ие бола алмай қалады. Мына орыс тілінен кететін болса. Олар соны мүмкіндігінше соны баянды ету үшін орыс тілінің ықпалын арттырып, қазақ тілін көлеңкеде қалдыра беру оларға да, олардың ұрпақтарына да пайдалы. Өйткені олардың ұрпақтары қазақ тілінде сөйлемейді. Мысалы, жаңағы Назарбаевты алыңыз, оның дариғасынан басқа балалардың ешқайсысы қазақша білмейді, сөйлемейді. Немерелерімен бәрімен тек қана орыс тілінде сөйлеседі. Білесіз ғой енді оны. Ондай семьядан мысалы қандай патриоттар шығады? Демек жаңағы қарын мүддесі, жеке мүдде, бас пайда дегенді негізгі орында есептейсіз бе? Ол жерде геосаяси мүдделер. Мысалы, Ресей мемлекетінің қандай ықпалы болуы мүмкін? Ресейге жалтақтаушылығымыздың қандай себептері болуы мүмкін? Оның өте көп үлкен жағдайлары бар. Мұны күшік күнінде таланған ит қасқырға үрмейді дегендей, ол ана кішкентай жас кезінде, мысалы енді ана кейбір басшыларымыздың әкелері ертеде жаңағы орыс помещиктерінің приказчигі болып, солардың айтқандарын істеп жүгіріп жүрген екен деген әңгімелер бар ғой, өзіңіз. Былайша айтсақ, жаңағы билікте көптеген адамдардың әкелер орыстардың құлдары болып, күңдері болып, соның солай болған. Отын жағып, енді 1861 жылға дейін Ресейдің өзінде холоп дегендері болды. Бұл крепостнойлық право 1861 жылы жойылды, бірақ оның психологиялық ықпалы осы күнге дейін жалғасып жатыр. Мына адамдардың құлдық психологиясы бұл енді қазақ халқының орыстың алдындағы құлдық емес, орыстардың өзінің системаға, жаңа патшалық билікке, монархияға бейімділігі сол кездерден қалыптасқан. Содан орыстардың өзі, мысалы, Путинді неге төңкеріп тастамайды, неге жаңа президент сайламайды десек, солардың барлығы сол холоптық психологиядан туындап отыр. Және бұл дертпенен қазақтың зиялы қауымының бірқатары да ауырады. Өз адам қай тілде білім алса, сол мәдениетке қызмет етеді деген ұғым бар ғой. Сол сияқты жаңағы Мәскеуде оқыған, МГУ-ді бітірген, Ленинградтан оқыған жаңағы басшыларымыз, бұлардың барлығы түгел поголовно орысшыл. Бұлар орысты қимайды, орыстың машкасын қимайды, орыстың водкасын қимайды. Соны жаңағы өркениеттің асқан бір жоғары белгісі деп есептейді. Іс жүзінде бұл орыс мәдениеті деген әлемдік өркениеттің ішіндегі ең кенжелеп қалғаны ғой іс жүзінде. Ал бірақ өкінішке орай олар оны солай бағалайды да, бізді өркениеттің алдыңғы қатарына қарай жетудің орнына өркениеттің көшінің соңындағы кемесі суға кетіп батып бара жатқан мемлекеттің кемесіне біздің өз кемемізді апарып шынжырмен байлаймыз. Евразиялық одақ сияқты жаңа одақтарға кіру арқылы. Сондықтан мен жеке өз басым Қазақстанның мұндай кедендік одақ, Евразиялық одақ дегендерге мүше болуына өз басым мүлде қарсымын. Орыс тілінің де жаңағыдай артық оған құзырет берілуіне мүлде қарсымын. Бұл кәдімгі конституциялық сотта қаралып өзінің орнына қойылатын мәселе. Ана бармақтай ғана Грузия, қазақша Гүржістан дейміз ғой. Сол Гүржістан солармен соғысып қаншама қиындықтарға ұшырап жатқанына қарамастан қолданыстан орыс тілін мүлде алып тастады. Қазір Гүржістанға демалуға барған адамдардың бәрі айтады, о жерде бір жасы 60-70-терге келген адам болмаса, мына орта жасқа дейін грузиндердің еш қайсысы орыс тілін білмейді. Бәрі өзінің ана тілінде, гүржі тілінде сөйлейді, немесе ағылшын тілінде сөйлейді. Біздің өзбек ағайындаршы. Біздің Өзбекстанда да солай ғой. О жерде енді азды көпті бір азғантай орыстар тұрады, бірақ ол орыстардың өз өзбек тілінде сөйлейді, айталық. Ал біздің Қазақстанда да мысалы ресми орындардан конституциялың талабы бойынша орыс тілін ығыстырып шығарып тастап, мемлекеттік тілдің өзінің жеке дара билігіне көшуіміз керек. Енді жаңағы жалтақтауға болмайды. Осының бәрінен Ресейге жалтақтаушылық келіп шығады. Сонда бұл экономикалық жалтақтаушылық па, жоқ саясаттық, идеологиялық жалтақтаушылық па, басқа да тәуелділік бар ма? Саяси, өйткені
Мысалы мен қарапайым ғана мысал айтайын. Қазақстанның Руслан Жақсылықов деген қорғаныс министрі бар. Сонымен жаңағы журналистер кездесіп қалып жаңағы қазақша сұрақ қойса, мен қазақша сөйлеуге міндетті емеспін дейді, шалапылалау. Ол Қазақстанның қарулы күштерінің уставымен жүріп тұрған жоқ. Ол Ресейдің қарулы күштерінің уставымен жүріп тұр. Бүкіл өзінің бұйрығын беретін іс-қағаздардың бәрін орысша жүргізеді. Ал енді Қазақстанның тілдер туралы заңының 4-ші бабында айтады, Қазақстанның кез келген азаматы мемлекеттік тілде үйренуге, сөйлеуге міндетті деп жазылған. Яғни біздің жаңағы қорғаныс министріміз сол заңды оқымаған, Қазақстанның уставы, әскери уставын білмейтін адам. Уставта да жазылып тұр. Кез келген әскери қызметші мемлекеттік тілде білуге міндетті деп. Ал енді Руслан Жақсылықов мысалы, ол тек өзінің Ресейдегі бірге оқыған, училищеде, жоғары оқу орындарында бірге оқыған достары бар. Солар не айтса, соның бәрін солай орындайды деп ойлаймын. Оның көкейінде Қазақстанды қорғап тұрған жоқ. Қалайда Ресейге жағыну болып тұр оның арманның бәрі, мысалы. Сонда біз Ресеймен көрші дос және бұрынғы өзіміздің бөлініп шыққан бір шаңырағымыз есебінде есептеген кезде өзіміздің ұлттық тәуелсіздігімізді алғанменен тілдік тәуелсіздігімізге толық қол жеткізе алмай отырмыз. Қол жеткізе алмай келе жатырмыз. Оның үстіне бұл жерде Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алды деген сөз қате. Қазақстан өзінің тәуелсіздігін бұдан қайда? Бұдан 5-6 ғасыр бұрын Керей мен Жәнібектің кезінде алған. Біз 1991 жылы тәуелсіздігімізді қайтарып алдық. Иә. Мен осы ұғымды үнемі айтып жүрмін, осыны сіңістіріп жүрмін. Ол жаңағы тәуелсіздік алдық, тәуелсіздігімізге 30 жыл деген ол масқара, ұят нәрсе. Ол Назарбаевтың сіздерге тәуелсіздікті мен алып бергем деген үшін ғана айтылып жүрген сөз, 30 жыл деген сөз. Іс жүзінде біз сонау Керей мен Жәнібектің кезінен 1465 жылдардан бастап 1931 жылға дейін мына кіші жүздің ханы Ресейге бодан болып кірді ғой алғашқы рет. Содан 260 жыл бойы Қазақстан бодандықта болды 1991 жылға дейін. 1731 жылдан 1991 жылға дейін 260 жыл бодан болдық та, сонан біз тәуелсіздігімізді қайтарып алдық. Былайша айтсақ, анау арғы жағы түркі бабаларымыздан тартып, бергі қазақ хандарынан тартып, қай жағынан тартсаңыз да біз тәуелсіздікті 91-де алған жоқпыз, 91-де қайтарып алдық. Өзіңіз айтқан Әбілқайыр, Кенесары хан, соңғы ханнан тартып біз тәуелсіз ел едік. Тәуелсіздіктің жоғын жоқтап Кенесары басын берді. Ал 200 жылдық отарлау саясатынан кейін біз тәуелсіздігімізді қайтадан қайтарып алдық. Мысалы, Әзербайжан осылай біз тәуелсіздігімізді қайтарып алдық дейді 91-ші. Ал осылай тәуелсіз ел бола тұра біз енді айта алтайды жамалапай қартайды деген сияқты жаңағы мына орысқа басымызды ие беру, орыс тіліне қарай шүлдірлей беру, ол өзі бір қарасаңыз жаңағы өзіңіз айтқан билік саласынан болсақ, екінші жағынан қарасаңыз көшедегі мынау адамдар өзі қазақ пен қазақ шағын жиналыстар әкімшілікте өтетін. Содан кейін балабақша, мектептердегі жаңа орыс балабақшасына мектепке бару күні бүгінге дейін үзілмей келе жатыр. Бұны бір тоқтататын шара болады ма? Мен ойлаймын, бұл үшін жаңағы тілдер туралы заңның 4-ші бабындағы көрсетілген Қазақстанның әрбір азаматы мемлекеттік тілде білуі керек деген қағида бар, жазылған. Соны көшелерге, кез келген мекемеге, сауда нүктелеріне, үлкен супермаркеттердің бәріне сол ілініп тұру керек, сөрінің бәрінен халық көріп тұру керек. Өйткені мен жеке өз басымда болды, жаңағы бір үлкен супермаркеттерге кірген кезде бір қазақша сұрасам, я не обязана знать казахский язык деп тұрады. А сонда төбесінде жазып тұрса, ол үйтіп айтпас еді, ол кішік болатын еді. Сондықтан мына халықты үйрету үшін, ұрпақтарын қазақ мектебіне бергізу үшін үнемі осыны насихаттап айтып отыру керек. Мына ескеретін бір үлкен жағдай бар. Жыл сайын ОБТ тапсырады, жоғары оқу орындарына түседі ғой. Соның статистикасына қарағанда, орыс тілін бітірген балаларға қарағанда, қазақ мектебін бітірген балалардың білім деңгейі өте жоғары. Және олар неғұрлым көбірек жоғары оқу орындарына түседі. Орыс тілін бітірген жастардың көбісі Ресейге кетеді. Өйткені Ресейде қазір жастар жоқ. Олардың барлығы соғысқа кеткен,
оларды жаңа жоғары білім алғысы келмейді, алқаш болып кетеді, түрмеге түседі, жынды болып кетеді. Солардың орны мына шекаралас облыстарда, Қазақстанның шекаралас облыстарында қазақ жастарын тегін Ресейдің университеттерінде оқытуға ұмтылады. Грант беріп. Ондағы мақсат не? Орыс тілінде оқыса, ертеңгі күн ол Ресейде қалады, орыс қызына үйленеді, Ресей мемлекетіне қызмет етеді. Сондықтан жаңағы біздер мүмкінше осыған қарсы білдіртпейтіндей саясаттар жүргізіп отырып, қазақ халқын ажыратып алуымыз керек. Демек біз құлдық санадан әлі де толық құтыла алмай, құлдық санадан құтыла алмай келе жатырмыз. Билік болсын, қарағалық болсын, соған бейімделіп қалған өз ішіміздегі, мысалы, барлығын деп айту қиын шығар, 60% адамның құлдық идеясы себебінен осындайға барып отырдымыз дегенге келісесіз бе? Мен ойлаймын, 60 өте көп шығар енді, ойлаймын. 50 ме? Шамамен 40% ғой деп ойлаймын. 40% орыс тілділер және ода аз емес, ода. Бірақ тенденция мына соңғы жылдарда, соңғы 2 жылда осы тенденцияның ықпалынан кейбір қазақтар балаларын алып орыс мектебіне беріп жатыр. Неге осы соңғы жылдар сондай нәрселер көбірек жүз беріп жатыр? Осыған байланысты жаңағы нысаналы түрде телеарналар, бұқаралық ақпарат құралдары дұрыс жұмыс жасау керек. Яғни қазақ мектебін бітірген балалардың әлдеқайда моральдық тұрғыдан ата-аналарына жаны ашитын, ата-аналарын қарайтын, бағатын, көмектесетін, сонда иманды болып келетіндігін, ал орыс сыныптарын бітірген балалардың ата-аналарынан алыстау, жаттау болып, бірден мектеп бітіргесін жаңағы орыс еліне, басқа бір жақтарға кетіп қалуға ынтық болып тұратындығын байқаймыз. Осыны жеткізіп отыру керек. Және олар көбінесе оқуға түсу жағынан болсын, медаль алу жағынан болсын, көп керіде. Демек, бұл жерде ақпарат құралдарының да осы қазақ тілінің мәртебесін көтеруге, жаңа орыс тілдерге бет бұрып бара жатқан ағайынның бетін бер қаратуға ықпал болу керек дейсіз ғой? Болу керек. Жаңағы бүкіл деректердің бәрі тұр ғой қолда. Осы орайда тағы бір сұрақ туады, мына қазір халық ішінде. Ойда орыс бізге тілдік отарлығын жүргізіп отырған кезде енді мына қырдан Қытай кіріп жатыр дейді. Сонда бізге орыстың отарлығынан құтыла алмай отырып, енді мына Қытайдың қаупі кеп төнбей ме деген халық ішінде бір алаңдаушылық бар. Ол өте орынды. Мен өз басым осы мәселеге байланысты өте белсенді түрде атсалысып, Қытаймен арадағы виза алып тастау мәселесін болған кезде бірнеше рет баспасөз мәслихаттарын өткізіп, жаңағы бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде өзім пікірімді жазып отырдым. Іс жүзінде жаңағы бұл туралы мен шынын айтқанда сонау 92 жылдары Қытайла жүр көшіңде деген мақала жазыппын. Сол кезде жаңағы Қытайдың қаупін ескертіп айтыппын сол кезде. Сол кездің өзінде Қытайдың айналасындағы бүкіл мемлекеттерде бәрінде қытайландыру саясаты жүріп жатқан. Бір қалаға бір үй Қытай көшіп келсе, бір жылдан кейін ол жерде Қытай кварталы пайда болады. Бір жылдан кейін ол жерде Чайнатаун пайда болады, Қытай рестораны пайда болады деп. Сол мысалы Американың өзінде қазір 30-35 миллион Қытай тұрады. Барлық қаласында Чайнатаун бар. Мен ойлаймын, ана зәңгілерден Барак Обама деген кісі президент болды ғой. Ендігі бір 2-3 президенттің арасында Қытай азаматы, ұлты Қытай азаматы Американың президенті болып кетуі мүмкін. Бұл мысалы Қытайдың экспансиясымен күресіп жатқан Америка үшін де өте үлкен қауіп. Мысалы Ақ үйдің ішінде де Қытай қызметкерлері пайда болуы мүмкін дейсіз, мемлекет қызметкерлері арасында. Ол міндетті түрде, ол енді мына Қытайда бұлар ашық соғыспенен басып алу, Ресей сияқты басып алу саясатыменен жұмыс жасамайды. Бұлар жұмсақ саясатпенен, жаңағы ақша беру, тәуелді ету, Тәжікстанға кредитті беріп, олар қайтарамай қалғаннан кейін Тәжікстанның территориясының бір бөлігін Қытай алып алды ғой. Міне осы сияқты Ресейге де өте орасан мөлшерде кредит беріп, Сібірдің орасан бөлігін мына Қырым жерінің, Қырым территориясынан одан да әлдеқайда үлкен территориясын беріп қойып отыр ғой қазір. Жері түкке жарамсыз болып қалды. Сондықтан мүмкіндігінше Қазақстанда да сыйласқан жақсы көршілермен, тату тұрған жақсы, барыс келіс жасаған, араласқан, сауда-саттық жасаған өте пайдалы. Ал бірақ ашық
жаңағыдай кіргізіп жіберу саясаты бұл ондай жалпақ шешейлік Қазақстанға келмейді. Қазақстанның өзі, қазақ халқының өзі, Қазақстанда 20 миллион халық болса, қазір бір 15 миллиондай ғана қазақ бар. Ол деген 15 миллион деген ол Қытайдың халқының 0,1%-інде ғана. Ал енді бұна да ашық саясат біз үшін өте қауіпті. Сондықтан түрлі сылтаулар менен мына неше түрлі қазір алғы үй жануарларының арасында ауру сырқаулар пайда болып, сонда қауіп төніп жатыр ғой. Маймыл шешегі деген бір бәле келе жатыр дейді. Осындайларды пайдаланып, жайлап визаны қайтадан енгізіп жіберу керек деп ойлаймын. Енді бұл жерде мына ресми ақпарат көздерінің мәліметі емес, мына қысыр кеңестерде халық ортасында той томалақ басқосуларда айтылып жатқан бір мәселе, қазір осы Қытай мәселесіне қатысты. Жерлерді жаңа жергілікті әкімшілер жаппай ашық түрде емес, жасырын түрде сол Қытайларға жалға беріп немесе сатып жатқан жағдай бар дейді. Және мынау қазақтың қарагөз қыздарын біреумен ғана тынбай, бірден, екіден, үштен алып, әйел қылып алып, одан 3, 4, 5, 10-ға дейін бала таптырып жатыр дейді. Және табылған балаларға Қытай мемлекеті астыртын жасырын көмек көрсетеді екен деген сияқты осындай ел ішіндегі алаңдаушылық күбір-сібір көбейіп келе жатыр. Сонда осы қауіптердің түбі неге соқтыруы мүмкін? Бұның мұндай қауіптердің түбі Құдай оның бетін арғысын біздің тәуелсіздігімізден айырылып қалуымызға соқтырады. Біз тура ана Қытайдағы ұйғыр халқының кебін киюіміз мүмкін. Сондықтан жалпақ шешейлік болмайды. Сондықтан біз билік орындарынан осы мәселеге өте сақтықпен қарауды, халықтың пікірімен санасуды қалаймыз. Жаңағыдай жел соқпаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Халықтың арасындағы жаңағыдай сөздердің айтылуы ол бекер емес. Бірақ та оның статистикалық деректері қолымызда жоқ болғаннан кейін оны ресми түрде біз айта алмаймыз. Бірақ сондайларға жол бермеуіміз керек. Ал жалпы осы біздің елдегі құқық қорғау органдары осы мәселеге қалай қарайды? Немесе жаңағы нақтылы осы Қытай қаупін сезініп жүрген адамдар көп пе, аз ба? Немесе жаңағы осы базарлық ауқымға байланысты баршамыз құшақ ашып, осы мынау бір мейірбан жұмсақ халық екен, ақшасы көп екен, тауары көп екен, тауар арзан екен деп ашылып шашылып жатқан жоқпыз ба? Біз соған кетіп бара жатырмыз. Қазір Қытай экспансиясы іс жүзінде өте бүкіл дүние жүзінде үлкен проблемаға айналып тұр. Бүкіл Африка құрлығы тұтастай Қытайдың алдында кіріптар болып отыр іс жүзінде. Қытайдың ең ұлттық байлықтары, жер суының байлықтарының бәрі Қытайға кетіп жатыр, білетін болсаңыз. Ал енді әрбір мемлекет, әрбір халық өзінің болашағын ойлау керек, өзінің құндылықтарын сақтап қалу керек, өзінің байлығын сақтап қалу керек. Енді Қытайда халқы көп болғаннан кейін ода осындай шараларға амалсыз барады, бірақ соған мәжбүрлейді өзінің ішіндегі жағдай. Жаңағы 1 миллиард 300 миллион халқын асырау, бағу, оларды жаңағы көтеріліске шығармай жағдайын жасап ұстап отырудың өзі оңай шаруа емес қой. Оған өте үлкен саясат керек. Мысалы біз ойда орысқа жалтақтадық, қырда Қытайға жалтақтадық. Мына Жапония сияқты өзіміздің ұлттық мүддемізді, ұлттық тілімізді, ұлттық бейнемізді сақтаудың, шетелден кіріп жатқан өзге ұлттердің қаупіне бармаудың қандай жолдары бар деп ойлайсыз? Бұған ең алдымен керегі ұлттық идеология. Қазақстанда ұлттық идеология жоқ деп жатады. Мен осыған сондай қарным ашып 2002 жылы 14 желтоқсанда Қазақстан Республикасының ұлттық идеологиясы деген үлкен құжат жасадым. Әлеуметтік желілерде жарияладым оны. Көп адамдар өте қайран қалып, өте қолдау білдіріп те жатты кезінде. Осыны президенттің жаңағы Ақордаға, президенттің атына да жібердік, үкімет орындарына, парламентке де жібердік. Бірақ өкінішке орай біздің билік орындары онда жаңағы бір жүйеге түскен ұлттық идеологияның қалыптасуына мүдделі емес. Егер ондай жүйе қалыптасатын болса, жаңағыдай заңсыздықтар менен орын алып отырған орыс тілі де ығысып кетеді, өрден орыннан ана көптеген заңсыздықтардың барлығы сол жерден көрініп қалады. Сондықтан жаңа ұлттық идеологияға жол берілмей отыр іс жүзінде.
Біз ұлт ретінде, мемлекет ретінде, өзіміздің жаңағы ұлттық мемлекет ретіндегі бет бейнемізді қалыптастыра алмай, әлі де тәнтіректеген күйде келе жатырмыз дегенді білдіреді ме? Әрине. Біз ондай өзіміздің бойымызды тіктеп, жан жаққа сенімді көзбен қарап, мынау менің отаным, өзімнің елім, өзім жерім, осы елімді мен қорғаймын деген ондай жүректердің түкпірінде ұялаған жастар қазір сиреп бара жатыр, мені қорқытатыны. Енді ана кішкентай сәбиханалардағы, балабақшадағы балалар, бастауыш сыныптардағы балалардың бойында бар, ал бірте-бірте жоғары сыныптарға келген кезде, жоғары білім алғаннан кейінгі жастардың арасында олар көп жастар, жаңа көп мамандар Қазақстандағы жаңа қалыптасып отырған жағдайдағы тығырықтық жағдай, не жаңағы кәсіби тұрғыдан өзінің жоғарылап өрлеуінің мүмкіндіктерінің шектеулі болуы, бейнесін дамытудағы ылғи бір қалың қабырғаға, тас қабырғаға кездесіп, соны тесіп өте алмай қалатындығы, мына елдегі қалыптасып отырған жағдай үмітін үздіріп, амалсыз шетелге кетуге мәжбүр етіп жатыр. Бізде қазір ақыл ойдың жылыстауы дейді ғой, интеллигенцияның миы істейтін алғыр ойлы азаматтардың, елге пайдасы тиетін интеллектуалдық жастардың шетелге кетіп жатуы, бұл сондай саясаттың салдары. Енді бұл өте өкінішті. Қиын жағдай, себебі менің өз басыма да осындай өтініштер болды. Біздің бір ағайын дос жаран туған туыстардың ішінде Түркияға кеткені болды, ақш-қа кеткені болды. Бұл елде жүріп сен не марқадам табасың, сіз де кетіп қалыңызшы деген жаңа қысыр кеңес әңгімелер де болды, жаңағы азаматтардың. Ондай ойлар маған да келеді, маған да сондай ұсыныстар жасалады. Соны көріп жатқан кезде шынында да қарнымыз ашады. Тағы бір мәселе осы біздің ұлттық идеямыздың төмендеуіне, имани қуатымыздың әлсіздігі де себеп бола ма? Бұл екеуінің арасындағы байланысты қалай ойлайсыз? Енді сіз өзіңіз қажыға барған адам. Бұл жерде біздің патриоттық сезімдеріміздің кемуіне біздің руханиятымыз, дініміздің ешқандай ықпалы жоқ. Керісінше дініміз де енді мына өзінің ұлтын жақсы көретін шынайы патриот адамдардың ой пікірлері де мүмкіндігінше мына шынайы патриот ұрпақ тәрбиелеу. Соған қарай жаңа қызмет ету ғой. Ұлттық идеяның кемуі жаңағы иманға деген әлсіздіктен кеп жатқан жоқ па? Оның да ықпалы болуы мүмкін, оның да белгілі бір дәрежеде ықпалы болуы мүмкін, бірақ бұл жердегі ең басты дүние мына мемлекеттің дұрыс ұстанымының жоқтығы, дұрыс идеологиялық құралдарды пайдалана алмауы, соны жасамауы. Ұлттық идеологиямыздың кемдігі, оның жаңағы қағидалардың тапшылығы көп осы. Ал енді біз не істеуіміз керек сонда? Биліктің жағдайы мынандай болса, жаңағы өзіміздің жалтақтаушылығымыз бұлай болса, жаңағы үміт артып отырған жастарымыз шетелге кетіп жатса, халық ішіндегі әртүрлі бір көбірсі бір көлеңкелі көзбен қарайтын үмітсіздіктер пайда болып жатса, енді біз не істеуіміз керек? Ұлт жанашырлары, ұлтшылдары, өзіңізді ұлтшыл ретінде. Өте жақсы сұраға қойып отырсыз. Бұл күдер үзбеу керек. Ал ешқашан күдер үзбе бір Алладан дейді ғой, сол сияқты бізге Алла тағала жәрдемші болсын. Мына өмір болғаннан кейін билік бір орында тұрмайды, ауысады. Сондай бізге осы қазіргі жоғарыда отырған биліктің өзіне Алла тағала идея тауфық берсін. Солардың бойында жаңа патриоттық сезімдер, мемлекетшілік сезімдер оянсын. Біздің қоғамымыздағы, біздің еліміздегі ең жетіспейтін қасиет мемлекеттік органдарда қызмет ететін адамдардың арасындағы жетіспейтін ең үлкен қасиет мемлекетшілдік. Мемлекетшілдік идеямыз толық жетілмеген. Мемлекетшілдік идея жоқ, сондықтан кез келген сәтте мемлекеттің мүддесін көк қағазға айырбастап жібереді. Сатып жіберуге дайын тұрады. Сіз ұлтшылсыз ба? Ұлтшылмын. Қай деңгейде ұлтшылсыз? Мен оны ешқашан жасырмаймын, мен ұлтжандымын деп айтпаймын. Мен шын мәнінде ұлтшылмын. Бұдан бұрын ұлтыңыз үшін қаламмен қызмет етіп келдіңіз. Осы өзіңіздің енді бұдан кейінгі алға жазған ғұмырыңызда да осы ұлт үшін жарқырап жайнап жұмыс істей беруге, және осы жастарымызды мейлі жаңағы ұлтын сүйе алмай жүрген жастарды ұлтты сүюге шақыруға, немесе иманнан тайып жүрген жастарды иманға шақыруға, бұдан кейін қандай өзіңіздің жеке бір жұмыс жоспарыңыз немесе мақсаттарыңыз бар деп айта аласыз? Мен осы жақында ғана, бір-екі ай ғана болды,
уақыт жебесі дейтін 5 томдық кітаптарым жарық көрді. Соның бірінші томы ұлттық мемлекет, ұлт мұраты деп аталады. О, қандай керемет. Сонда жаңағы бүкіл ұлтқа керекті нәрселер, мемлекеттің осы бағыттағы жасап отырған жұмыстарындағы олқылықтар, кемшіліктер, осы кезге дейінгі жаңағы қандай қателіктер жібердік. Біздегі ең сорлығымыз, біз жіберген қателіктерімізді сараптап, біз мынандай қателік жіберіппіз, мынаған енді жол бермеуіміз керек деп жаңағы сондай бір тұжырым жасалмаған. Өрге қарай кетіп баратқан машина тоқтап қалса жолда, оны жөндеу үшін, ары қарай жоғары шығару үшін ең болмаса дөңгелегінің астына тас қойып, тиянақ қойып тоқтатасың ғой. Сонан кейін барып ана жөндейтін жөндеп алып, сонан кейін ары қарай жоғары кетесің. Жаңағыда әлгі сынау, өзің қай жерге келгеніңді білу, бұл өте керек. Ал біздің Қазақстан қоғамында біз ешқашан соңғы 30 жылдық тарихымызда өзіміз баға бер, мемлекеттің қай жерде тұрғанын әлі күнге өзінің геолокациясын әлі күнге дейін білмейді. Біз сол локациямызды тұрған жерімізді біліп, ары қарай дамытудың жолын жасауымыз керек. Осы Евразия университетінде бір орыс әйел болды, ғалым, фамилиясын ұмытып қалдым. Содан жаңағы мына Қазақстанның дамуы қалай дегенде айтады, Қазақстан дұрыс бағытта дамып жатыр ма десе айтады, Қазақстан дұрыс бағытта дамып жатқан жоқ. Қазақстан дұрыс бағытқа қарап жатыр дейді. Қарап жатыр дейді. Иә. Біз сондай жағдайдамыз. Бүгін өте бір ойлы пікірлер айттыңыз. Мынау Барыс медианың бүгінгі қонағы ретінде оқырманға айтар қандай, көрерменге айтар қандай лебіз тілегіңіз бар? Енді сөзіміз аяқтап алдым да. Енді сен жанбасаң лапылдап, мен жанбасам лапылдап, аспан қалай ашылмақ деген Назым Хикмет. Сол сияқты әрбір адам өзінің жауапкершілігін сезінбесе, қоғам қалай дамиды. Сондықтан бүкіл тыңдап отырған көрермендерден, бүкіл өзіміздің ұлтымыздың өкілдерінен менің сұрайтыным қаймықпай және екі қол салбырап болды ғой, енді бұны ары қарай күресудің не қажеті бар демей, тырмысып, әлгі сүтке түсіп кеткен бақа сияқты тырмысып, ақырында әлгі сүттің бетінде қаймақ болып, сол қаймақтан шығып, қаймақтан қарғып сыртқа шыққан бақа сияқты бізде осы қыспақтан әрекетіміз арқылы, тырмысуымыз арқылы шығып кетейік. Өте дұрыс айтасыз аға. Мынау Әлихан Бөкейхановтың бір сөзіменен сөзімізді тәмамдасақ, мен тірі болсам қазаққа қызмет етпей қоймаймын деген. Сол сияқты әрқандай азамат, қазақ азаматы, қазақ жерінің азаматы өзінің еліне, жеріне қызмет ету керек деген осы сөзіңіз өте көкейге қонымды. Бүгінгі Барыс медианың қонағы жазушы, публицист, қоғам қайраткері, академик, профессор Марат Байділдаұлы Тоқашбаев ағамыз. Бізбен келіп келелі сұхбат құрғаныңызға көп рахмет. Алла тағала елімізді аман, жұртымызды тыныш етіп, төңірегіміздің төрт бұрышы, төрт құбыламыз түгел болсын, алтау ала болмай, төртеу түгел болсын деп тілейік. Амин. Аллах.